өмірде ең керемет тамаша сөз ол ананың айтқан айналайын деген сөз. Жалпы әлемдегі, өмірдегі ең керемет жандар ол адам баласына ата-ана деп ойлаймын. Жұмаққа бір табан жақындаған келсе, әкеңді сыйла, анаңды сыйла дейді. Мен енді өзімнің ата-анам жайлы айтатын болсам, әкем Айтжанов Тынысбек Әжімұратұлы 1969 жылы осы Жаңақорған ауданында дүниеге келген 11 ағайынды. Анам 1969 жылы Төреева Фарида Елеусізқызы Жаңақорған ауданы Түгіскен ауылында дүниеге келген. Жалпы отбасымызда 3 ағайындымыз. Мен үйдің үлкенімін. Бірақ үйдің үлкені бола тұра, барлықтары негізі кемпір мен шалдың баласы деп айтады. Атасы мен әжесінің баласы деп айтады. Мен сол атам мен әжемнің баласы болып үйде өте ерке өстім. Еркелеп өстім. Қайсысын жақсы көресің деген сұрақтар болады, бір бала кезімізде сұрайтын еді. Кім баласысың? Мамаң баласысың ба, папаң баласысың ба деген кезде мен атам баласымын, әжем баласымын деп айтатын. Бірақ дегенмен де әкенің орнына, ананың орнына бөлек әкем жайлы айтып өтсем, бірінші әкем Тынысбек, мінезін айтсам, бір сол кісіден осы өмірде үлкен тәрбие алдым. Әкемнің мінезі деген сол өзімде бар деп ойлаймын. Ақкөңілділігі, жұртпен қарым-қатынасы, жұртқа деген сыйластығы, ешкімнің көңілін қалдырмайтын бір сондай мінезі бар. Өте сабырлы әкем. Әкем негізі өзі айтады, өзімде естігем. Мектеп табалдырған 160 орта мектебінде оқыған. Кейін келеміне баяғыда әкелеріміз әскерге барғанда, қазіргі таңда енді Қазақстанда әскерде борышын өтейді ғой. Ол кездері шетелде, басқа елдерде әскери борышын өтеген деп естігенбіз. Сол әскери борышын басқа бір шетелде өтеп келіп, Жаңақорғанға келіп, менің анаммен танысқан 1991 жылы. Сөйтіп арадан 9 ай салып, дүниеге мен келдім ең алғашқа. Олдары көз қуаныштар болып. Сол әкем негізі өзінің жұмысын темір жол саласынан бастаған. Жалпы өзіміздің ағайынымыздың барлығы темір жолшылар. Қазіргі таңда енді әкем үйде, жалпы мынандай сөз бар ғой, баланы 7 жасқа шейін еркелетіп өсір дейді. 7 жастан кейін, жалпы 15 жасқа шейін құлыңдай көр дейді. Одан кейін 15 жастан кейін досыңдай көр дейді. Әкем дәл солай біз тәрбиелеп өсірді. 15 жасқа шейін кәдімгі қатаң тәрбиемен өсірді. 15 жастан кейін әкем бірден өзгеріп, дос ретінде бізбен қарым-қатынас жасап, қазіргі кезде мен әкеме өзімнің барлық ойымды айта аламын. Ол кісі де маған бүкіл ойын айтады, ақылын айтады, қазіргі таңға дейін. Анама келетін болсам, анам Фарида, ол кісі сол Қызылорда қаласында есепші бухгалтер дейді ғой, соның мамандығын бітіріп, қазіргі таңда ауданда есепші болып жұмыс жасайды. Әкем мен анамның жалпы өзім өсіп жатқанда кішкентай кезімде болған шығар, бірақ қазіргі таңға дейін екеуінің бір-біріне бір қабақ шытқанын көрмегем. Екеуінің оның өзі бір махаббат деп ойлаймын. Бір-бірінің сөзін түсініп, бір-бірін сыйлап, соның өзі бір үлкен біз үшін тәрбие. Анам енді әкеме қарағанда кішкене, мысалға, ол кісіге бір жылы сөз айтып, бір құшақтасаң, ондайды өте қатты неге жақтыра бермейді. Бірақ ана, оның жүрегі қашанда бала үшін езіліп тұрады, бірақ сырт көзге білдіртпейді. Іштей барлығы бізді жақсы көретінін білеміз, бізді сүйетінін білеміз. Ана деген ең керемет қой. Жалпы біреуден сұраған екен,
кімді жақсы көрек, әкеңді жақсы көрек пе, анаңды жақсы көрек пе десе, анаңды жақсы көр, анаңды сүй, тағы да анаңды сүй, одан кейін барып әкеңді сүй деп. Сол сияқты ана деген ол жаңа сөзімнің басында айттым ғой, әлемдегі ең күшті сөз қандай сөз десе, ол ананың балаға деген айналайын деген сөз. Сол сияқты анамыздың ақ сүтімен өстік, анамыздың айналайын деген сөзін естідік, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Жалпы әкеміз ер азаматқа, бізге, ұл балдарына өте жақсы қатаң тәрбиемен өсірді ата-анамыз. Жалпы анамыз одан кейінгі үшінші қызына, Гаухарға, қыз бала деген жалпы үйде еркелетіп өсіреді. Сол сияқты еркелетіп, ешқандай дауыс көтермей қызын өсіріп келе жатыр қазіргі таңға дейін. Ата-ананың жалпы балаға деген махаббаты өте биік болады. Қазіргі таңда ата-аналар жайлы айтып жатырмыз, бірақ енді қазіргі таңда мен де отбасылымын, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Отбасылымын, келіншегім Мерей, Алланың берген 2 қызы бар. Үлкені Қаншайым, тұңғыш. Одан кейінгісі Қазына. Жаңа ата-ана жалпы айтады ғой, балаң өскенше, немере өлгенше деп. Сол сияқты о кісілер де бір немерелерін жұмыстан келген кезде аңсап, соларды ескеуге келіп тұрады. Енді ата-ана болғаннан кейін өзіміз қазір ата-анамды, әкемді, анамды өте қатты түсініп жатырмын. Мысалға балаларымыз кішкене сырқаттанып қалса, қандай уайымдап кетеміз. Біз де кішкентай кезімізде ауырдық, сырқадық. Сол кезде біз де солай уайымдаған екен, ойлаған екен ғой деп ойлайсың. Сол немере деген о кісілерге бір керемет дейді, бақытта. Тамақ үстінде де, тамақ ішіп отқанда, шай ішіп отқанның өзінде сол 2 кісі, әкем мен анам, енді о кісілерге, кішкентайларға ата мен әжесі ғой, ата десе, әже десе, соның өзі бір бақыт, өзінің жүздерінен кәдімгі бақыт көрінеді. Жымиып, бір дастарханда да тамақта сіңді болады ондай кезде ол кісілерге. Немерелері күліп тұрып, кейде жылап қалса да тамағын ішпей қойып, немересін көтеріп кететін бір сәттері болады. Сол сәттен бастап ойланасың, кішкентайлы болғаннан кейін, балаң болғаннан кейін, өзіңде әке болғаннан кейін, келіншегім ана болғаннан кейін, ол кісілерді түсінеді екенсің. Ата-ананың қадірін түсінеді екенсің. Әкенің қадірін, ананың қадірін түсінеді екенбіз. Жалпы ең қиыны ата-анаға өзінің жақсы көретініңді білдіру. Бірақ енді осы камераның алдында керемет бір мүмкіндік болып тұр маған. Мен сол ата-анамды, әкемді, анамды қалай жақсы көретінімді, оларға деген махаббатым қандай екен, осы бір камераның алдында білдіру маған бұйырып тұр екен. Әркімде болады ғой, енді ешкім барамызда әкемізге или анамызға барып құшақтап, мен сізді жақсы көрем десе, білмеймін, бұл біртүрлі сияқты болып қалады. Бірақ енді камераның алдында ол кісілерді көріп отқан шығар қазір. Мен ол кісілерді қалай қатты жақсы көрем, ауырмасын, ата-аналар ауырмасын. Біз үшін қаншама тер төкті, бізді өсірді, жеткізді. Ата-анам мен осы өнер саласына жүруіме, өнер саласында болуыма ешқандай қарсы болған жоқ. Әркім жалпы өзінің таңдауы болады деген шешім болды. Сондықтан да ешкім қарсы болған жоқ. Мен соған алғысымды білдіремін ата-анама. Ең бірінші осы өнер саласына келуіме себепкер болған да сол кісілер. Алматы қаласында оқуға түсетін кезде бірінші әкем болдаған. Сөйтіп бүкіл жаңағы қаражатты, ол жақта енді грантқа түсе алмай қалдым. Сөйттім де барлығы ақылы болатын болғандықтан әкем ешқандай мойыма балам, біз бар кезде сен ойнап күліп оқисың деп осы сөз бір қатты жүрегімде қалған. Анам алай қолдады, бірге барып, сол Алматы қаласына оқуға түсіріп. Жалпы ата-ана мен болған бала арасында естеліктер көп қой. Менде сол өмірімдегі бір жақсы естеліктердің бірі сол болатын. Баяғыда кішкентай кезімде бір тағы да бір естеліктердің бірі, анамыз бен әкеміз Түркістан қаласында таудаға кетсе,
кәдімгі үйде асығып күтетін тұғымыз. Інім бар, қарындасым бар, үшеуміз асығып күтетін тұғымыз. Міндетті түрде ол саудаға барып келсе бізге әртүрлі ойыншықтар, сыйлықтар алып келетін тұғын. Сол кезде бір сол сәттерді ұмытпаймын. Кәдімгі келген кезде ата-анамыз үйге келіп, мынау саған, мынау саған, мынау саған деп әрқайсымызға сыйлық беріп жатқан кезде кәдімгі ана сыйлықты жүгіріп алып, көршілердің үйдегі балдар келіп мақтанып, міне маған мынандай алып келді, мынандай алып келді деп бір бақытты сәттер көп болады ғой адам баласында. Сол ата-анамен болған бақытты сәттер негізі көп. Бір есте қалатындарын айтып жатырмын. Марқұм атамыз бен әжеміз, сол кісілерді қазір көргендей боламыз да. Ата, әкеміз, анамыз, әже, енді кім ата-анасын қартайғанды қият, мысалға. Бірақ баяғыда бізге ата-әжелеріміз қонаққа барса, тойға барса, бүкіл сарқыттарды бізге алып келіп жүретін. Қазір әкем мен анам сол немерелеріне барлық нәрсе үйге келсе болды. Үлкен тұңғыш қызымыз Қаншайым атасы кіріп келсе, ата не алып келдің? Бірінші сөзі. Әжесі кіріп келсе, әже не алып келдің деп баланың, немеренің көңілін қиғысы келмейді. Сөйтеді, міндетті түрде жұмыстан қайтса, сол дүкенге соғып, бір зат айтып, бір кәмпит болсын алып келіп, баланы бір қуанышты, бақытты қылып тұрады. Міне сол ата-ананың қадірін біле берейік. Ата-аналарымыз ауырмасын, ата-аналарымыз аман болсын.